Келінім, балам, Альбина. Ау, ене. Менімен бірге намаз оқысан қайтты? Мен қазір Түкте қиындағы жоқ. кешке Диананың туған күні ғой, соған дастархан жасай берейін. Бүгін кішігенің туған күні екен ғой. Мен есімден шығып кетті. Жақсы, сонда дастарханын жая бер. Мен жайлап намазымды оқып келе берейін. Иә, жақсы. Алдияның туған күні құтты болсын. Бұл сыйлық менің атымнан 17 Pro Max. Рахмет. Құтты болсын, Сол телефонда басын қалсын. Не ол, тамашылық па? Иә, қашанғы мен жүруім керек сонда ескі телефонмен. Ініңді қараш. Айтқызбай телефон алып беріп жатыр. Мен жүрсім мынау міне. Тұра тұршы, кішкене жұмысқа кіріп алайық, алып берем. Қандай жұмыс? Вақты шығар сол баяғы. Білмеймін. Ертең, шақырып жатыр. Собеседование. Иә. Білем ғой сен собеседованияңды. Айттым ғой, алып берем деп. Не oldu сонша? Қақсап айту керек па соның бәрін? Алып берем, болды. Қақсап айту керек па? Алып берем, болды. Жатайықшы, таңертең ерте тұру керек. Жұмыс бардай. На телефонға не болған өзі? Ой, ол бір жылдан асты ол, солай жүргеніме. Гауын жасап тұрса болды емес па? Намаздың уақыты болып қапты ғой, сен жаңа ене сүлгі сұрап отыр еді. Апарып бересің. Иә. Құрсын, тиіспейміз, телефон не болды сонша? Жақсы. Қазір бер деген телефон десе тіпті. Соңғы уақытта біздің жолымыз болмай жүр. Күйеуімнің жұмысы жоқ, болмай жатыр. Бәріне қызығып жүре береміз ба осылай? Жолымызды ашып бересіз ба? Жолымыз жабық сияқты. Сенің жолың байлаулы. Оны айналаңдағы біреудің бағы байлап тұр. Жолыңды ашуға болады. Бірақ оның құны өлім. Қазір кухняға бара жатырмын. Данияр су сұрап еді, алып кетейін деп едім. Не, Диана, мен деген, мына ене шай сұрап жатыр еді, соған шай істеп едім. Мынау қатты қойып қара жүрші. Жоқ, жақсы дәмі. Нормально ма? Жақсы ма? Апара берейін ба? Иә, апара бер. Точно? Қатты қою емес қой да? Жоқ, жақсы екен дәмі. Болды онда. Қайдан келетсің? Адан. Қолымда не бар деп ойлайсың? Не болатын еді сенің қолыңда? Саған. Мә! Рахмет! Рахмет! Қайдан алдың ана? Сен ұнады ма? Иә, ұнады, конечно. Болды онысы. Магазинге барады, саған бірдеме алайын ба? Жоқ. Хорошо. Бізде енді бәрі жақсы болады. Альбина, тұршы. Не? Тұр. Не болды? Яна большап па? Не болды, тыныштық па? Білмеймін, тұра тұршы. Қазір мен киініп алайын.
Қалай екен жағдай? Пациенттің жағдайы ауыр, бұйырса ертеңге дейін күтеміз, анализ алдық, қазір ештеңе істей алмаймыз. Қалай ештеңе жасай алмайсыңдар сендер? Сендерге сеніп келіп отырып қойшы жерге. Күтейік енді ертеңге дейін. Басқа ауруханаға барайық онда. Барам. Шығып кетейік, жүрші. Шығып кетейік, тағы сөйлесеміз сосын. Құдай-ау, не болып кетті? Кеше ғана бәрі жақсы еді ғой. О, Алла, тәуба. Алла. Бақсы да бір телефонды алмай тұр ғой. Неше өтсіз, кімге хабарласып өтсіз? Не ештеңе? Не тығып өтсің? Жоқ, ештеңе. Бақсыз не, сен басын жасайын ба? Дұға жасап үшін ба? Жоқ. Жатамда тығып атқаным. Нұржан, сен дұрыс түсінбей қалдың, ол деген. Түсінікші енді жат мынау. Мен деген Дианаға зат бақсы берген нені беріп едім. Бұлай боларын білмедім, бірақ мен деген. Сен басын жасайын ба? Не үшін жасадың олай? Нұржан, жинада кет, қоро бар. Мен ондай ойым болған жоқ. Мама да ақымақ, маған телефон алып бер деп дәріге жинап жүрген ақшасына. Не берді ма не саған ақшаны? Иә, дәріге бер жинап жүрген ақшасы саған беріп тұр ғой. Қайда саған беріп мынаны жасап жүргенін қаран, бақсыға барып дұға жасап. Ене, Ау, балам. мен сізге ұсынысым бар еді. Абысынымның телефоны ескіріп қалыпты. Беті де сынық екен. Жаңа телефон алып берсек қалай қарайсыз? Телефон ескерген екен ғой. Беті де сынық екен. Бетте сынып болса, онда бір жолын қарастырайық. Бір реті болар. Не болды екен, май түсіп кетіп тұр жат. Дәлек басау керек па? Нұржан, балам, үйге келші. Қазір. Балам, Нұржан, мына Альбинаның телефон ескіріп кетіпті. Соған Диана келінім жаңа телефон алып берсек қалай болар екен деп отыр. Мама оның қазір деген қызыққан телефондар деген қымбат бағалар. Потом алып берерім, кішкене шыдай тұрсын. Балам, келін деген ол үйдің ырыс берекесі. Сондықтан Альбина келінге ең жақсы деген тәуір деген телефонды алып бер. Мына алдын ала ақша соған жетіп қалады. Мама, мынау сен дәріге жинап жүрген ақша ала алмаймын ба? Қолыма қайтарма, балам. Жарай ма? Не ол? Тыныштық па? Бәрі дұрыс па? Дұрыс па бәрі? Мен бір нәрсе білдіріп қойдым. Не білдіріп қойдың? Мен бақсыға бардым. Құдай жаным ау, не дейді? Қайдағы бақсы? Мен Диана шайды бақсы берген нәрсені қостым. Мен кесірден бір. Балам, қой жылама енді. Не таңыңды уақыты кіріп қал. Таң намазға бірге тұрайық. Дұға етейік, тәубеге келейік. Бәрі Алланың қолында. Бақсы кім болыпты Алланың алдында? Бір мәмілеге келіп, бұйырса, Алла қаласа, дұға етейік. Балам, жарығым, қалайсың? Уайымдамаңыздар, дәрігерлер бәрі жақсы деді. Мама, бұйырса әже боласыз. Жаным ау. Аллаға мыңда бір шүкір. Балам, Нұржан, қателеспейтін пенде жоқ. Алла бәрін кешіреді. Біз Алладан күшті емеспіз. Кешірімді болайық. Бәріміз бір отбасымыз. Сол отбасының ұйытқысы бола білейік. Бәріміз бірлікте болайық. Альбина жасаған ісіне өкініп отыр. Тәубесі келді. Олай болса, мына отбасымыз шайқалмасын. Ауыл біршілігіміз одан сайын арта түссін. Мен барлықтарыңызды жақсы көремін.